Сәлеметсіңдер ме оқушылар, бүгін қазақ тілінен зат есім 9-шы жаттығу. Мәтінді оқып, өзара салыстыр. Құмға салған сурет. Жұрттың баласы хат танып, сабақ оқығанда, мұның қолынан бар келгені сұқ саусағымен құмға сурет салу, болмаса қашау, пышағын ала жүгіріп, тас пен ағаштан мүсін жасау. Балам, әкең қастей марқұм момын кісі еді. Мынауың біз білмеген өнер екен, деді бір күні Әбілханның ағаштан жасаған мүсіндерін көрген Түргенбай ұста. Өнерді өрге бастыру үшін өмірді тану керек. Білімсіз адамның өрісі тар, құлашы қысқа. Сурет салуға талабың бар екен, оқуың керек шығар, балам, деген еді бірде ол. Осы сөз оның алдынан бақыт шырағы болып жылтырады. Мәтіннің авторы Кәдір Сауырұлы. Суретші ата, шал көденің гүлін-ай, елге тартқан сыйындай, ақындардың алыбы, мынау бір жан сүйінбай. Мына сурет жасымнан көзіме оттай басылған, Амангелді атамыз алмас қылыш асынған. Күткен дихан ақсамай, мынау әсем бақшанай, көз тартады кең жайлау, алаулайды қапшағай. Мынау тауды қашаған, батыр кенші жас адам, өнерлі ата Әбілхан мұның бәрін жасаған. Мәтіннің авторы Нұрсұлтан Әлімқұлов. Екі мәтінді өзара салыстырып, сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ, мәтіндерде кім туралы айтылған? Екі мәтінде де суретші Әбілхан Қастеев туралы айтылған. Бірінші мәтінде ол кісінің балалық шағындағы сурет өнер мен мүсін өнеріне қызығып жүргендігі жайында айтылған, ал екінші мәтінде Әбілхан Қастеевтің туындыларын өлең жолдарына түсірген. Мәтіндерді көркем шығарма түріне ажырат. Бірінші мәтін көркем шығарманың әңгіме түріне жатады, екінші мәтін көркем шығарманың өлең түріне жатады. Келесі сұрақ, мәтіндердің ұқсастығы мен айырмашылығын тауып көр. Мәтіндердің ұқсастығы суретші туралы айтылған, екі мәтінде де, ал айырмашылығы әңгіме және өлең түрінде берілген. Келесі сұрақ, суретші ата мәтіннен зат есімдерді теріп жаз, қайсысы жалпы есім, қайсысы жалқы есім екенін айт. Суретші ата мәтініндегі зат есімдер жалпы зат есімдер гүл, сурет, ақын, адам, ата. Ал жалқы зат есімдер Біржан, Сүйінбай, Амангелді, Қапшағай, Әбілхан. 10-шы жаттығу, мәтінді көшіріп жаз. Мүсін әртүрлі тәсілмен жасалады. Мүсіннің бедерін шығаруда жұмсақ сазбалшық пайдаланылады. Қатты затты кертіп те бедер жасауға болады. Зат есімдерді тап, олардың үстіне зат есім деп белгіле. Мәтіндегі зат есімдер мүсін, сазбалшық, бедер. 11-ші жаттығу, сызбаға қарап, жалқы және жалпы есімдер туралы қорытынды жаса. Жалпы есімдер әнші, күйші, мүсінші. Жалқы есім әнші Роза Бағланова, Бибігүл Төлегенова, Әлібек Дінішев. Күйші Құрманғазы Дина Дәулеткерей. Мүсінші Бақытжан Әбішев, Хакімжан Наурызбаев, Ескен Сергебаев. Зат есімдерді жалқы, жалпы, жекеше, көпше түрлеріне ажырат, әр сөздің қандай сұраққа жауап беріп тұрғанын айт. Ойыңмен бөліс. Мұражай не? Жалпы есім, жекеше түрде. Экспонаттар нелер? Жалпы есім, көпше. Мүсінші кім? Жалпы есім, жекеше. Кілемдер нелер? Жалпы есім, көпше түрде. Төсеніш не? Жалпы есім, жекеше. Портрет не? Жалпы есім, жекеше. Әбілхан Қастеев кім? Жалқы есім, жекеше түрде. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.